Сәлем достар! Сіздермен мен Асем, және менің бағдарламам «Возможности без границ». Приветствую всех, друзья! С вами я, Асем, и моя рубрика «Возможности без границ». Я выбрала салат радуга. Бүгін мен радуга салатын, яғни радуга қазақ тілінде кемпірқосақ, кемпірқосақ салатын жасасам деп отырмын. Для этого нам понадобятся помидоры қазақ тілінде қызғанақтар, огурец, қияр, крабовые палочки, краб таяқшалары, копченая колбаса, тұздалған шұжық, консервированная кукуруза, қалбырдағы жүгерілер или жүгері, майонез, сухарики, кептірілген нан. Я выбираю кириешки, мен кириешки кептірілген нандарын таңдадым. Бәрін вроде бы перечислили, да? Онда скисать, давайте приступим. Давайте начнем с колбасы. Надо почистить колбасу. Бірінші шұжықтан бастайық. Шұжықтың қабын ашуымыз керек. Нарезаем вначале в такой вот кружочки. Надо домалақ турап аламыз. Затем нарезаем вот так вот в полоску. И вот так вот получается, мы нарезаем в кубик. Домалақ қылып турап аламыздағы ортасынан кішкене қолымызбен өлшеп отырып, ұзын-ұзын қылып тураймыз. Содан кейін былай бұрып аламыз да, ақырындап жаңағы ұзын-ұзын таяқшалар сияқты полоска турадық қой, соны енді төрт бұрышты қылып тураймыз. Мынандай төрт бұрышты болып шығады, яғни вот в такие кубики нарезаем, да? Нарезанные ингредиенты складываем вот сюда вот в тарелочку. Тарелка, қазақша тарелке, да, яғни тураған жаңағы шұжығымызды тарелкеге өстіп саламыз шет-шетіне. Давайте следующий ингредиент. Это у нас крабовые палочки, краб таяқшалары. Освобождаем их от пленки. Қабықтарын аршып, мынандай ұзын-ұзын полоска қылып турап аламыздағы. Содан кейін жаңағыдай төрт бұрышты қылып тураймыз. Нарезаем в полосочку, затем в кубик. Туралған краб таяқшаларын жаңағы шұжықтың қасына, тарелкенің шетіне жайғастырамыз. Нарезанные крабовые палочки складываем на тарелочку рядом с колбасой. Следующий ингредиент у нас помидоры. Қызғанақтарды тураймыз келесі. Нужно удалить сердцевинку. Мынандай жүрекше, яғни өсіп шығатын жерін кесіп алып тастаймыз, да? Оны да төрт бұрышты қылып тураймыз. Нарезаем даже в кубик. И тоже на тарелочку. Давайте возьмемся за огурец. Қиярды турайық.
Опять-таки вот в такой кружок, в такую полоску и также в кубик. Домалақтап турап ұзын қылып турап, одан кейін төрт бұрышты қылып тураймыз. Также на тарелочку. Насыпаем кириешки. Кептірілген нанды саламыз шетіне. Так, сливаем аккуратно воду с кукурузой. Қалбырдағы жүгерідегі сулар төгіп тастаймыз ақырындап. Байқау керек, жүгерілер түсіп кетпейтіндей қылып қолыңызбен бақылап отырсаңыз болады, екінші қолыңызбен. Кукурузу тоже отправляем к остальным ингредиентам. И теперь посередине ложим майонез. Ортасына майонезді саламыз. Вот такой вот получается у нас салат радуга. Так можете отнести на стол к гостям, затем перемешиваете тщательно вилочкой и приятного аппетита! Міне осындай біздің радуга кемпір-қолсақ салатымыз осындай болып шығады. Осылай әдемілеп дастарханға қонақтарға ұсынсаңыз болады. Дастархан басына отырған кезде шанышқымен әдемілеп араластырамыз. Астарыңыз дәмді болсын, достар, сіздерге ұнады деп үміттенемін. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі жұмаға дейін аманда сау болыңыздар. Лайк басып, пікір қалдырып, біздің арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Ну все, друзья, всем приятного аппетита. Надеюсь, что вам понравился мой салат. Но я с вами не прощаюсь до следующей пятницы. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и оставлять комментарии. Всем пока!